Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақта қара індет не себепті жылдам таралды тақырыбымен танысамыз. Сабақтың мақсаты адам өміріндегі қоршаған орта туралы білімнің рөлін түсіндіру. Қара індет Европада не үшін таралды және қалай таралды? Және оның таралуына қандай себептер болды? Сол кездегі ғалымдар қара індеттің таралуына бірнеше себептерді атап көрсетеді. Қара індеттің таралуын Моңғолияның Гоби шөлінде пайда болды деген болжамдар айтады. Қара індеттен Европаның 30-60% адамы ауырып қайтыс болған. Енді сол қара індеттің себептерін атап көрсетейік. Қара індеттің таралуының бірнеше себептері бар. Біріншіден, керуен және теңіз сауда жолы созылу арқылы жасалған сауда арқылы тасылған тауарлар арқылы ауру бір елден екінші елге таралды дейді. Және Европадағы қалалардағы антисанитарлық жағдай. Қара індеттің бірнеше түрін атап көрсетті, соның ішінде бурбондық жара дегенді атады. Бурбонды жара деп неге атады? Себебі адамның үстін үлкен жаралар қаптап кететін. Бурбонды емдеу әртүрлі әдістермен жасалды. Кейбір жерде бурбонды емдеу күйдіріп кесу тәсілімен жасалды. Дегенмен де алайда мұндай емдеу тәсілдері тиімсіз болды. Обаны тиісті емдеу үшін құралдар, залалсыздандырылған құралдардың жеткіліксіздігі байқалды. Қара індетке жоғары температура мен күн сәулесі жеткілікті болатын, оны білмеді. Обаның алдын алу үшін карантин жағдайлары қарастырылды. Карантин сөзі Италияда алғаш рет Венеция қаласында қолданылды. Венеция Европаның сауда порты қаласы болды. Саудагерлер Лазурит аралына келіп 40 күн бойы кемелерін тосып жатты. Міне осындай жағдайда оба тез таралды. Қазіргі індет коронавирус әлемнің 200-ге жуық еліне тараған. 3.300.000-нан астам адам ауырды. Ең алғаш ошағы Қытайдың Хубэй провинциясында кіретін Ухан қаласында басталған. Осы обаны болдырмас үшін әрине сіздер сабақ барысында айтылған жалпы 5 қағиданы обадан сақтайтын қара індет. Міне қара індеттің таралуын алдын алу үшін жалпы ережелерді, жадынаманы сақтау, қол жуу сияқты әртүрлі жағдайды сақтауларыңыз тиіс. Аталған тақырып бойынша тапсырмаларды орындаңыздар және тапсырма бойынша берілген тақырыпты оқу ұсынылады. Тапсырмада бос орындарға тапсырмаға қажетті тиісті сөздерді қойып орындаңыздар. Бүгінгі тақырыпты тыңдағандарыңызға рахмет.